Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сіздермен мұғалімнің жұмыс дәптерін қалай жасау керектігі туралы үйренетін боламыз. Мен сіздерге үлгі ретінде қазақ әдебиеті пәні бойынша 8-ші сыныптың номер 13-ші сабағы Ахмет Яссауидің Диуани Хикмет шығармасын оқыту барысында оқушылардың жұмыс дәптерінің нәтижесін қалай мұғалімнің жұмыс дәптерінің нәтижесі арқылы салыстыра отырып тексеру керектігін үйрету үшін сіздерге үлгі ретінде ұсынып отырмын. Бұл сабағымды бұлым таксономиясы арқылы өткендіктен оқушыға барлық тапсырма сол деңгейде берілді. Бүгінгі сабақта біз оқушы және мұғалімге арналған жұмыс дәптерімен таныстық. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.